Жаңа ғана құрметті көрермендер, өздеріңізге айтқан болатынбыз. Біз облыстың бас прокурорынан сұхбат алуға келе жатырмыз деп. Мінекей облыстың бас прокуроры Руфат Бауыржанұлында қонақтамыз. Ендеше біз алғашқы сұрағымызды бастасақ. Руфат Бауыржанұлы, жалпы соңғы осы 3-4 жылда прокуратурадан қандай да бір сұхбат алу, бір бұқаралық ақпарат құралдарымен сұхбат құру, оларға кері байланыс жасау тоқтап қалған еді. Қазір енді белсендісіздер. Әлеуметтік желіде де, жалпы осы телеарналарға сұхбат беру жағынан да, бейне материалдар жағынан да өте белсенді жүріп жатсыздар. Халыққа бір ашылдыңыз, бір жабылдыңыз, енді қайтадан ашылдасыз. Бұның себебі неде? Енді өздеріңіз білесіз, мемлекет басшысы жаңа Қазақстан әділетті мемлекет деп отыр. Сондықтан енді қазір талап сондай, бас прокурордың талабы, біз істеп жатқан ісімізді халыққа жеткізуіміз керек. Сондықтан ашық болуымыз керек. Мемлекет басшысы да онда айтып отыр. Сондықтан осы тақырыпта, осы талап, алдымызда қойған талап бойынша қызметімізді әрине істеп жатқан нәтижелі жұмыстарымызды елге, халық білсін, сенім білдірсін, қандай нәтиже жұмыстарымызда бар, соны жеткізу үшін әрине бүгінгі күні ашықтықты енді мүмкіншілігінде ашық болуға тырысып отырмыз, сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы ауыл әкімдері болсын, қала, облыс әкімдері барлығы да әлеуметтік желіде өте белсенді, тіпті премьер-министрлерге дейін, президенттің өзі Twitter парақшасында белсенді, өзіңіз де жақсы білесіз. Сіз қаншалықты әлеуметтік желіде белсендісіз? Біз енді өзіміздің прокуратураның әлеуметтік желіде парақшаларымыз бар. Instagram парақшаларында желіде білесіздер өздеріңіз. Сол парақшалар арқылы біз өзіміздің атқарып жатқан жұмысты мәліметтерімізді жеткіземіз. Бірақ өз Facebook парақшам бар, жеке өзімнің. Әрине мен ол жақта жұмысқа қатысты мәліметтер жариялап отқан жоқпын. Сондықтан сол тақырыпта мен ойлаймын, енді біздің өзіміздің қызметіміздің прокуратураның парақшаларына жеткілікті деп бүгінгі күнге. Әрине енді жеке сұрақтар болса, туындап жатса, Facebook'та маған жаңағы достықты ниететін ұсынып отқан азаматтар бір күрделі мәселе, өзекті мәселелер болса, маған жеке парақшама да жазып атады. Соның бәрін біз енді біріншіден бақылауға тиісті тапсырмаларын беріп, қандай шешім, қай жағынан заң аясында соны сол бағытта жұмыстанып жатырмыз. Яғни жеке өзіңіздің парақшаңызда халықпен кері байланыс жасауға дайынсыз? Дайынмын, әрине. Түсінікті. Енді Маңғыстау өңірі жалпы криминогендік ахуалдардың жағдайы туралы мен білгім келіп отыр. Қазір Маңғыстаудың осы криминалистикасының жағына тоқталатын болсақ. Енді өңірдің криминогендік мәселесіне келетін болсақ, әрине бүгінгі күні криминогендік ахуал тұрақты деп айтуға болады. Былтырға қарағанда қылмыс саны тек аз-маз ғана өсіп отыр, 25 қылмысқа. Биылғы жылы 2847 қылмыс жасалынған. Енді осы бағытта атап айтып кеткім келіп отыр. Ол адам өлтіру фактілері 25%-ға азайған. Санына келетін болсақ, 16-тан 12-ке. Сонымен қатар қарақшылық қылмыстары бізге азайып отыр 50%-ға. Былтырғы жылы 10 болса, осы жыл 8 айында 5 қылмыс тіркелген. Сонымен қатар есірткі қылмыстары да 22-де 7%-ға біздің өңірде төмендеген. Әрине, бір өзекті мәселе бар, ол алаяқтық қылмыстары саны бізде 27%-ға өсіп отыр біздің өңірде. Осы мәселемен бірінші келгеннен бері сол бағытта біз профилактикалық жұмыстарды күшейтіп жатырмыз. Әрине, әлеуметтік арқылы WhatsApp, басқа да мессенджерлермен профилактикалық жұмыстарды халыққа тәсілдерін көрсетіп, қандай қылмыс жасалынып жатқанда алаяқтық қылмыстарды алдын алу мақсатында. Сонымен қатар Ақтау қаласында жалпы қала аудандарда да бейне роликтер түсірілді. Қалада көрсеңіз, 13 LED экран бар. Сол LED экрандарда да біз қылмысын алу мақсатында қалай жасалынады қылмыстар халыққа жеткізіп, ақпараттандыру, насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әрине, бүгінгі күні әлі өзгерістер жоқ, нәтижесін бермей отыр. Сонымен қатар қазір жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп
цифрлық басқармасымен бірге қазір енді жаңа тәсілді ойластырып отырмыз. Мүмкін ана SMS оповещение ұялы телефондарына соның бәрін жеткізсек деп, бір алдын алу шаралар болады деп ойдамыз. Сол бағытта жұмыс жасалынып жатыр, көп жұмыс жасалынып жатыр, әрине. Енді айтатын болсам, бүгінгі күні 900 жәбірленуші, ол келтірген материалдық шығын 3,9 миллиард шығын келтірген біздің азаматтарымызға. Әрине, бұл өте, шын айтқанда, бүгінгі күрделі, өзекті мәселе. Көбінесе азаматтарымыз әрине тез арада қомақты ақша табамыз деп алданып кетіп жатыр. Сондықтан енді өздеріңіз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арқасында, әлеуметтік желі арқасында сол халыққа жеткізіп, соның алдын алуымыз қажет деп ойлаймын. Әрине бұл кезде енді тек қана құқық қорғау органдары емес, барлық қоғам болып бірлесіп сана сезімізді өзгертуіміз керек деп осындай ой пікіріміз бар. Сондықтан сіздерден де насихаттау жұмыстарын алдын алу мақсатында көмектеріңізді енді күтеміз. Бізден қандай мәліметтер болса, әрине біз беруге дайынбыз. Енді жалпы сіздің осы құзыретті органдар, сіз басқарып отырған органның барлығы да елді ақпараттандыру мақсатында жұмысты жасауында жасап жатыр. Дегенмен де енді өзіңіз жаңа айттыңыз, нәтиже жоқ деп. Прокурор ретінде емес, жалпы қарапайым азамат ретінде айтыңызшы, неге халық осы қолындағы бар қаражатын осындай алаяқтардың арбауына түсіп бере салады? Енді ол мен ойлаймын, біріншіден қомақты ақша табамыз дейді ғой. Енді банкта да ондай несие ақша депозит салсаңыз да, ондай несиеге өсімдер қарастырылмаған. Әрине, мысалы 20-30%, 100%-ға дейін қайтарымды ақша алған ақшаны қайтарамыз деп, үлес қосымша ақша табамыз дегеннен кейін, әрине пайда табамыз деп. Азғантай ақшаны көбейтеміз деп, әрине халық, азаматтарымыз алданып жатыр. Мен осы орайда тағы бір сұраққа тоқталғым келіп отыр. Мына есірткі тасымалына байланысты жақында ғана осы қоғамда үлкен резонанс тудырған бір видео бейнежазбаны байқаған боларсыз. Сол 4 жасөспірімнің жағдайы не болып жатыр? Олардың ісі тергеліп жатыр ма? Жаңа соққы көрген баланың жағдайы қалай қазір? Осы іс туралы не айта аласыз? Бұл қылмыстық іс бойынша айтатын болсақ, әрине, оны мен әлеуметтік желіде, мессенджерда көрдім. Бұл мәселе бойынша қазіргі күні 293 бабымен қылмыстық іс қозғалып отыр. Бұзақылық ниетімен жасалған қылмыс әрекеттерін нетіп дәрежеленіп, квалификациясын айтамыз ғой, сондықтан тергеу әрекеттері жалғастырылуда. Бүгінгі күні 4 азамат ұсталынды, қамақта отыр. Оның ішінде 2 азамат жасөспірім. Бұл қылмыс әрине енді тергеу әрекеті ары қарай жалғастырып жатыр. Бұл қылмыс тергеу әрекеті біткеннен кейін толыққанды мәліметтер беруге дайынбыз. Сіз егер тергеу амалдарын жүргізіп жатқан хабардар болсаңыз, қазір мынандай мәселе бар, осы есірткіні телеграм каналдарда ашықтан ашық сатып жатыр. Оған тосқауыл қоюға болмай ма? Болады, әрине, бұл бағытта да қазір мына полиция департаментында арнайы бөлімше қызметкерлері топ құрылған, әлеуметтік желіде мониторинг күнделікті жүргізеді. Бүгін күнге айтатын болсам, 8 айда 500-ге жуық WhatsApp, жаңағы Telegram каналындағы насихат жүргізіп, жаңағы айтып отырсыз өзіңіз. Тасымалдау, оны сату, басқа түрлері бар ғой, әртүрлі бағытта. Бүгінгі күні 500-ге жуық жаңағы сайттар бұғатталды. Оның ішінде қызметкердің арасында айтишниктер бар. Әрине, күнделікті ол жұмыс атқарылуда, жасалынып жатыр. Ары қарайда бұл бағытта жұмысымызды атқарамыз. Жаңа тәсілдер қандай керекті. Енді күнде ол қылмыскерлерді құротпайды ғой, өзгертеді. Енді бүгінгі күні айтсақ, Telegram, басқа да мессенджер арқылы бұл есірткі заттары таратылып сатылып жатыр, шын айтайық. ВКонтакте, Инстаграм парақшаларында да
енді бүгінгі күні мысалы сатушы мен сатып алушы бір-бірін көрмейді. Ел арасында закладчик деп айтады. Закладчик деп айтады, әрине. Тек қана ана координатын айтады, осы бағытта жатыр деп, ақшасын жаңағы Каспий арқылы, басқа да банк арқылы, мысалы, нелермен жүйелеп отырады ақшаны. Сөйтіп барып, әрине, бұл шын айтқанда өте өзекті, бұл мәселе біздің басты назарымызда, сосын бағытта, бұл бағытта да біз жан-жақты профилактикалық жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз. Руфат Бауыржанұлы, енді сізбен күнде сұхбаттасу сәті түсе бермейді. Сондықтан жалпы біз әлеуметтік желілерде тілшілер болғаннан кейін көп отырамыз, баспасөз беттерін көп оқимыз. Сонда елдің арасында жүрген кезде осы закладчиктерге байланысты, есірткі тасымалына байланысты елдің арасында да бір сөз бар. Жалпы осы есірткі тасымалын айналысатындарды полицейлердің өздері жақсы біледі және оларға қолдау көрсетеді деген халық арасында бір сөз бар. Бұл қаншалықты рас ақпарат? Енді біз бүгін күнге дейін ондай мәліметтер жоқ. Шын айтқанда, әрине халықтың арасында ондай бізде естіп атамыз. Ондай куәлар, нақты мәліметтер беретін болса, тікелей мен өзіме парақшама да шығып, болмаса мына прокуратураға келіп сол мәселені көтерсе, айтса, біз ол бағытта да жұмыс жасауға дайынбыз. Бүгінгі күні енді сөзбен айтып, жала жабуға басқа бір адамға әрине оңай емес, оны дәлелдеу керек. Қылмыс құрамын әшейін барып сөзбен айтып, ана адам ұстап жауапкершілікке тартуы бүгінгі күні мүмкіншілік жоқ ондай. Себебі заң аясында бәрі шешілу керек, заңға бағынуымыз керек. Яғни олардың қандай да бір қолдарында дәлелі болса, сізге тікелей әлеуметтік желіге шыға алады, иә? Әрине, біз дайынбыз оған. Көмектесуге, қызмет жасауға. Жалпы осы біздің өңірде конституциялық заңнаманы жиі бұзатын органдарды айта аласыз ба? Біздің өңірде айтатын болсақ, конституциялық құқықтарын дейміз ғой, конституциялық құқықтарын бұзатын құқық қорғау органдарында басқа да құқық қорғау енді органдар бар ғой, арнайы органдар бар. Бұндай мәліметтер қазір бүгінгі күні жоқ, бұлай айтқанда. Себебі заман өзгеріп жатыр. Бүгінгі күні енді жалпы колония поселения, сонымен тергеу изоляторында біз мына бейне бақылау камераларын орналастырып жатырмыз. Әрине, заңсыздық әрекеттерге бармасын деп. Азаптау мәселелері бар. Әрине, сондықтан биылғы жылы 697 бейне бақылау камерасы орнатылады. Бүгінгі күні 131 камера орнатылды. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, барлық қала, аудан, полиция бөлімшелерінде прокурорлардың кезекші кабинеттері бар. Осы кезекші прокурор кабинетін толық айтып кетсеңіз, қазір қаншалықты жұмыс жасап тұр және бұл өзінің тиімді тұстарын беріп жатыр ма нәтижесін? Әрине, себебі заңсыз алып келу, азаптау мәселелері бізде бүгінгі күні тіркелмеген. Бұл мен ойлаймын, сол прокурордың кабинет, кезекші прокурордың кабинеті болғаннан кейін, бұған енді біз тосқауыл қойдық деп айтуға толық болады. Себебі прокурорлар күнделікті барып тексереді. Сонымен қатар информациондық жүйелер бар ғой бізде. Айденді келген азамат, мысалы, полиция шақыратын болса, қашан келді, уақытысын тіркеледі, сонымен қашан шықты. 3 сағаттан астам отыратын болса, онда біздің прокурорлар барып, оны себебін анықтады. Не себептен келгенін, күдікті болмаса, басқа да айып оған табылмаса, басқа қылмысқа қатысы жоқ болса, ол азаматтарды дер кезінде 3 сағаттан кейін біз босатып жатырмыз. Бүгінгі таңда енді 8 айдың ішінде 15 адам ұстап отқанына байланысты біз оларды босаттық полиция бөлімшелерінен. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Енді тағы да бір мәселе, жалпы бізде Маңғыстау өңірінде өзіңіз жақсы білесіз, ұжымдық келіспеушілік, ұжымдық дау, еңбек даулары өте көп тіркеліп жатады. Сол бойынша қаншалықты қадағалап отырсыз бұл мәселені? Еңбек даулары жиі кездеседі бізде өңірде. Бұл өте өзекті мәселе бұл өңірге, шын айтқанда. Бүгін күні енді бар азаматтар мұнай саласында қызмет жасағысы келеді. Әрине, бүгін күні бұлай статистикалық мәліметтерге келетін болсақ, мұнай саласында 52 мың азамат қызмет жасайды.
200 мердігер компания бар. Әрине, бұл мәселе мына мемлекеттік бағдарламада жұмыспен қамту мәселесі бойынша жалақысы аз болғаннан кейін көп азаматтар сол бағытта жұмыс істегісі келеді. Бүгінгі күні біздің өңірде 17 мыңнан астам азамат жұмыс қамту орталығында кезекте тұр. Есепте тұр, кезекте тұр. Бәріне ұсынған мемлекеттік бағдарлама аясында берілетін жұмысқа барғысы келмейді. Жалақысы аз деп отыр. Сондықтан мұнай саласына әрине жалақысы көп деп сол бағытқа бәрі орналасқысы келеді. Біз енді ол азаматтардың бәрін қамтай алмаймыз ғой. Әрине кезек-кезегімен сол бәрі уақытымен, мерзіммен заң аясында шешіледі. Сол бағытта енді бүгінгі күні 8 айдың ішінде 15 заңсыз ереуіл өткізілді. Шын айтып отырсыз ғой, ереуіл өткізілді. Олар сот шешіммен заңсыз деп танылды. Енді жақын арада өздеріңіз білесіздер, мына жедел жәрдем қызметкерлері өздері жалақысыларымен келіспей ереуіл жариялап 5-6 күн наразылық білдіріп тұрды. Әрине, бұл заң аясында еңбек заңнамасына келетін болсақ, ол заңсыз. Себебі ол жедел жәрдем, ол басқа қызметке қарағанда, ол бірінші ол халықтың денсаулығына кедергі келтіреді. Әрине, біреу ауырып жатса, жедел жәрдем келмей жатса, қандай боламыз? Халық сол мәселені ойлануымыз керек қой. Бұл жедел жәрдем мәселесіне келетін болсақ, қысқаша айтып кетсем, бұл тарифный сетка. Бұл тек қана Маңғыстауда ғана осындай жалақы емес, бүкіл өңірлерде Қазақстан еліміз бойынша сондай қалыптасқан. Әрине, бұл енді бір күнде шешілетін емес. Бұл Маңғыстаудың мысалы әкімдікке барып, наразылық білдіреді. Басқа жерге барып, ереуіл жасап, мемлекет басшысының атына да жаңағы бейне жазба жасап, үндеу жариялап отыр. Бұл оның заңды жолы бар ғой. Әрине, мемлекет тарапынан да қазір жалақы өсіріліп жатыр. Мемлекет қызметкерлердің, жаңа басқа да мұғалімдердің, дәрігерлердің де мәселесі қарастырылып жатыр. Уақытымен шешіледі. Бүгін ол бір күндік мәселе емес, әрине. Сөзіңіз аузыңызда уақытымен шешіледі деп отырсыз, иә? Бірақ бұл кісілер, жаңа ереуілге шыққан кісілерді жұмыстан босатып шығарып жіберген, орындарына басқа қызметкерлер алған деген де ақпарат бар. Иә. Енді заңсыз ереуіл, мына мысалы біз түсіндірдік. Бұл айтып кетейік, енді прокурор бар, жергілікті атқарушы орын әкімдер бар, жергілікті, бәрі түсіндіреді. Заң аясында шешілу керек деп, иә. Оның тәртібі бар. Ереуілдің қалай жасалынатын заң аясында тәртібімен осы мәселелерді шешіп қана сол кезде ереуілге шығуға мүмкіншілігі бар. Ол азаматтарымыз мысалы оны білмей, тікелей жұмысты тоқтатып, сол бағытта осы мәселені шешеміз деп ой пікірлері азаматтардың қалыптасып кеткен осы жерде, біздің өңірде, шын айтқанда. Сондықтан біз сол ой пікірді өзгертуіміз керек. Сондықтан мұны енді сіздердің бағдарламаның арқасында сол бағытта азаматтарымызға айтқым келеді. Әрине, азаматтар біріншіден заң аясында, заң жолмен шешілу керек ол сұрақтардың бәрі. Тек қана ереуіл жасап, заңсыз ереуіл. Ол біріншіден ол азаматтарымыз қауіпті. Мұна мысалы өзіміз халыққа денсаулығына, ертеңгі күні мысалы өзіміздің көмек көрсетпесе, жедел жәрдем жаңағы жұмысшылары. Не боламыз сонда? Кешегі өзіңіз білесіз, ковид кезінде қандай жағдай болды. Сол бағытта енді мен оны ойлаймын, әрине, азаматтарым сана сезімімізді өзгертуіміз керек. Халықтың да жалпы осы қызметкерлердің. Ал жұмыстан шығып кеткен қызметкерлер енді не болмақ? Әрине, енді бүгінгі күні мен мәліметімше 18 адам жұмыстан шығарылды. Қалған азаматтар өз еркімен жұмыстан шықты. Біз енді оларға шектеу қоймаймыз, жұмыс істеңіздерден мәжбүрлей алмаймыз. Ол өзі ерік, азаматтардың ерікі, өздерінің шешімі қабылданған. Әркімнің шешімін құрметтейміз дейсіз. Әрине. Дұрыс айтасыз, енді осы жұмыссыздыққа келіп жатырмыз, осы орайда тағы бір сауал туындап тұр. Өзіміздің ішкі мына жаңағы
тұрғындарымызға былай қарағанда жұмыс тауып бере алмай жатырмыз. Осының барлығы жұмыссыздықтан болып жатқан нәрсе. Бірақ қазіргі таңда осы шетелден келіп жатқан бізде мигранттар өте көп. Құрылыс басына жалпы кәсіпкерлер осы күшті тартады. Бұлардың қолдары арзан болғаннан кейін сол азаматтарды жұмылдырады. Заңсыз мигранттардың жағдайы қандай? Қазір оларға қандай квота бөлінеді? Жоқ, бізде біздің өңірге мына квота әрине білікті мамандарды, мұнай газ саласы болғаннан кейін, әрине ол жақта инженер, білікті мамандар керек, технологтар, басқа да мамандар керек болғаннан кейін квота біздің өңірге, Маңғыстау өңіріне 1661 квота бөлінген бүгінгі күні. Оның 509-ы квота бойынша қызмет атқарып жатыр. Осы күні 509-ына келді. Әрине, біз енді жылдың басынан бері Сибу жауапкерлік шектеу компаниясы тексергенбіз. Тексеріс нәтижесімен 21 осы миграция заңнамасын бұзған азаматтарды депортация жасалынды. Бұл бағытта да жұмыс жасалынып жатыр. Біздің бұл назарымызда осы ондай миграциялық заңнаманы бұзатын болса да тиісті шаралар қолданамыз. Өзіңіз жақсы білесіз, мына әлемді жаулаған ковидтің кезінде барлығымыз денсаулық сақтау үшін вакциналағанымыз белгілі. Барлық мемлекеттік органның қызметкерлері де жақсы біледі оны. Бірақ ел арасында осы вакцинаның екі жағын айтып, пікірталас тудырған, зиянды, пайдалы тұстарын айтып. Осы орайда кейбір азаматтар вакцина құжатын сатып алғанда директорлер көп тіркелді. Осы мәселе жөнінде айтып өтіңізші. Биыл қазіргі енді жағдай тұрақтандығы ғой. Ковидке байланысты біз енді жасыл аймақта ма жүрміз. Сондықтан бұл сұрақ қазіргі туындап отқан жоқ. Былтырғы жылы әрине осы жалған анықтама алып, жаңағы вакцина алған туралы мәліметтер орын алды. 4 қылмыстық іс тіркеліп, оның сот үкіммен заңды үкіммен шараларын қалай айтсам, қылмыстық жауапкершілікке тартылды ол азаматтар. Заңсыз анықтаманы қолданып, соны жұмысқа ұсыну, вакцина алған туралы мәліметтер жалған болғаннан кейін жауапкершілікке тартылды. Яғни вакцина құжатын сатқан адам да, сатып алған адам да, сатып алған адам. Бізде қазір өңірде былай қарап отырсақ, енді мәселе көп, шаш-етектен деп айтуға болады. Қоқыс мәселесі бізде тұрғындардың арасында күнделікті бір арнайы тақырыптардың бірі десек те болады. Осы орайда табиғатты қорғау прокуратурасы мен міндеттері, жұмыс туралы айтып өтесіз бе? Енді мен де осы елдің азаматымын ғой. Прокурор болғаннан мен де тұрғылықты осы жергілікті азаматпын. Әрине көріп жатамыз, әлеуметтік желілерде де осы мәселе өзекті болғаннан кейін халық көтеріп жатады әрдайым. Тапсырмасын беріп жатырмыз табиғат қорғау прокурорына, осы қалдықтарға байланысты, басқа да ауаны ластау мәселелері бар. Қазбаларды қазу мәселелері. Сол бағытта табиғат арнайы мамандырылған табиғат қорғау прокуроры тапсырмасы бар, өз бағытта осы жұмысты атқарып жатыр. Осы өзіңіздің лауазымыңызға отырғаныңызға көп уақыт бола қойған жоқ, қателеспесем. Енді алдағы уақытта Маңғыстау өңірін көркейтемін деп деген ниетіңіз бар екенін білем, осы заң тұрғысында. Дегенмен де осы орайда жоспарыңызбен бөлісе кетсеңіз, біздің көрермендерімізге де қызық болатын шығар. Әрине, жоспары көп. Бірінші ол мемлекет басшысы да айтып отыр ғой, заң үстемділігі, заң мен тәртіп болу керек. Біріншіден сол бағытта біз жұмысымызды атқарамыз. Енді келгеннен кейін біріншіден енді елдің сенімділігі ғой бізге. Әрине, сондықтан біз ашық болуымыз керек. Осы атқарып отқан жұмыстарымызды көрсетіп, нәтижелі жұмыстарымызды айтып, сіздер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Сонымен қатар енді мен келгеннен кейін біріншіден осы аудандарға барып, халықтың әл-ауқатын қарап, ақсақалдармен кездесіп, осы бағытта жұмысты бастадым. Себебі енді жаңа өңір болғаннан кейін тұрмыстық жағдай, жалпы қоғамдық саяси ахуал, қылмыстық ахуал қалай болып жатқанын, біздің азаматтар, әріптестерім қарым-қатынас елмен қалай жұмыс істеп жатқанын сол бағытта қазіргі күні
Енді көп жерді аралап өттім. Тек қана 1-2 аудан қалды. Бұйырса сонда сол бағытта жұмысымды алға жалғастырамын деп ойлаймын. Әрине бізде біріншіден ол конституциялық құқықтарын қорғау азаматтардың, сонымен бизнеске қатысты, бизнестің субъектілерінің құқықтарын қорғау көптеген енді талап, тапсырмалар бар. Сол бағытта әрі жұмысымызды жалғастырамыз. Бірінші ол әрине ол халықтың сенімі бізге керегі. Себебі көзқарасы өзгеру керек. Жаңа мемлекет, әділетті мемлекет деп отырмыз. Мемлекет басшысының алдап қойған талаптары. Сол бағытта жұмысымызды атқарамыз деп айтқым келеді. Халыққа да біз ашықпыз. Әрқашан мысалы мен күнделікті аптасына бүгін түсқайта азаматтарды қабылдап отырмыз. Қолымыздан келгенше заң аясында бәріне көмектесуге, заң аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жеткізіп отырмыз. Қаншалықты қарапайымсыз? Білмеймін енді, оны мен өз-өзіме баға бере алмаймын ғой. Жалпы қарапайымсыз ба? Жалпы енді халық бағасын береді. Бір былай айтқанда халыққа жақынсыз ба дегенім ғой. Жақынбыз әрине, халықтан шықтық. Яғни тұрғындар қандай да бір мәселесі туындаса, қандай да бір сұрақ пайда болса, сізге кез келген уақытта келуге мүмкіндігі бар. Әрине. Әлде жазылу керек па? Әрине, мен күнделікті жазылу ол тәртібі бар, әрине. Мен кестеге сәйкес жазылады аптасына. Әр апта сайын екінші күні мен азаматтарды қабылдаймын. Сағат 3-те күнделікті апта сайын қабылдап отырмыз. Сонымен қатар айтып отырмын, жаңа өңірлерге барып, ояқта азаматтарды жеке қабылдау өткізіп отырмын. Менің әріптестерім бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Жалпы біз сұхбат сұрасақ бересіз бе? Дайынмын, өзіңіз келіп отырсыз ғой бүгінгі күні. Сұхбат беріп отырмын. Жалпы қай уақытта сізге хабарласақ та сіз бізбен байланысқа шығуға дайынсыз? Қарсылық жоқ. Рахмет көп. Жалпы осы керемет сұхбат болды деп айта аламын. Ашық жауап бергеніңізге, жалпы барлық сұрақтарымызға мардымды жауап бергеніңізге рахмет сізге. Жаңа лауазымыңызға сәттілік тілейміз. Әрқашанда халыққа жақын болып, осы халықтың мәселесін шешуіне өзіңіз бір септігіңізді тигізесіз деген ойдамын. Рахмет. Сіздерге де рахмет.